Сейілбек Мырзабай, балалықтан даналыққа, инфантилистік сана. Әлемдік психологтар арасында баланың есеюіне қатысты мынадай пікірталас бар. Бір тобы қазіргі жастар жылдам есейеді, қаршадайынан технологияға жүйрік, бесіктен белі шықпай жатып компьютердің құлағында ойнайды. Планшетте күрделі бағдарламаларды оп-оңай игеріп алады. 7-8 жастағы қызды дүкен аралауға ертіп шықсаң, ересектерге арналған киім үлгілерін таңдайды. Талғамына дейін есейіп кеткен. Мектеп оқушылары өзара отырғанда жыныстық қарым-қатынас жайлы емін-еркін әңгімелеседі. Махаббат мәселесін ересек адамдарша байсалды талқылайды деген уәж келтіреді. Қарсы тарап мұнымен келіспейді. Керісінше, қазіргі жастар кеш есейеді, кейде тіпті бір жола балаң санада қалып қояды. Бұрын батыс халқы 18-ге келген баласын енді өзгініңді өзің көр деп шығарып салатын. Қазір олай емес. Әке-шешесі оқытады, тоқытады, мамандығын таңдап береді. Солардың жетегімен жұмысқа орналасады, үйлендіреді, тойын жасап береді. Баласын бағып-қағып жеткізгені аздай, енді немере де солардың мойнына жүк болады. Себебі бала бағу былай тұрсын өздерін алып жүре алмайды деп дабыл қағады. Ендеше осы есею дегеніміз не? Оны қандай өлшеммен анықтаймыз? Бозбаланың мұрты тебіндеп, бойы сорайып, жыныстық бездері жетіліп, білегі жуандап келе жатса, есейді, қатарға қосылды деген сөз емес. Бұл тек физикалық дененің пісіп жетілуінің белгісі. Компьютерлік клубтарға бас сұқсаңыз, 8-9 жастағы жасөспіріммен қатар жасы 40-қа таянған жігіт ағасының ойын ойнап отырғанын көресіз. Жалпы әлеуметтанушылар геймерлердің орта жасы әлде қашан 40-тан асқанын айтады. 60-ты алқымдаған ел ағасының қыз 40-ға қырындап, өзіміз қартайсақта жүрегіміз жас деп лепіруі де осы синдромның көрінісі. Қысқасы, бұл дерт қазіргі ата-ана, ұстаздар қауымның негізгі проблемасына айналды. Ендеше есею дегеніміз не? Бұл дерттің қалай алдын ала аламыз? Деген сұрақтың жауабын тереңнен тартып, онтологиялық тұрғыдан тарқатпасақ болмайды. Логотерапия бұл сұрақтың жауабын оңай тарқатады. Сырттай қарағанда есею дегеніміз адамның еркін жүріп тұруы, өз қалауынша өмір сүруі сияқты болып көрінеді. Бірақ бұл алдамшы құбылыс. Баланың еркіндікке тым әуес болуы осыдан. Қалағанымды істеп, қалаған жерге бара алсам, ойыма не келсе соны істей алсам, еркін болғаным. Еркін болсам, ересек болғаным деп түсінеді. Иә, адам еркін жаратылыс. Ересек адамның еркі өз қолында. Бала мұны дұрыс байқайды. Алайда ол сол еркіндіктің артында нендей сыр жатқанын ұққан жоқ. Ол еркіндіктің жалғыз жүрмейтінін, қасында ажырамас сыңары барынан бейхабар. Еркіндікті жауапкершілігімен қатар алып жүре алатын адам ғана есейген адам. Ата-ананың міндеті балаға осыны сезіндіру, санасымен түйсіндіру. Балаға еркіндік туын біртіндеп табыстай отырып, мойнына жауапкершілігін қатар жүктеп беру. Өйткені көп жағдайда ата-ана балаға еркіндігін береді, ал жауапкершілігін өздері арқалап жүреді. Виктор Франкл еркіндік жауапкершілікпен тұсалмаса адамның өзін жұтады дейді. Демек, баланың дұрыс есейіп келе жатқанын жауапкершілігіне қарап қана анықтайсыз. Алайда, баланы жауапкершілікке қалай тәрбиелеймін деген және бір сұрақтың құлағы қылтияды. Жауапкершілікте еркіндік сияқты адам болмысында әу бастан бар феномен. Адамға жауапкершілік әлімсақтан берілген. Бірақ әңгіме мына жерде жатыр. Есейген ұлымыз не қызымыз сол жауапкершілікті жүрегімен сезініп, саналы түрде арқалап ала ма, жоқ па? Егер саналы түрде арқалап алмаса, жүк бір жағына қарай ауды деген белгі. Жүгі ауған адам өмірдегі сапарын белгілі бір межеге барғанда тоқтатуға мәжбүр болады. Екі иығына еркіндік пен жауапкершілікті теңдей артып алғанша сапарын жалғастыра алмайды. Шынайы еркіндік адамға бір нәрседен құтылу үшін емес, керісінше бір мақсат мұратқа жету үшін берілген. Еркіндік сыртқы өмірдің ережесі мен нұсқауларынан арылуға жол бермейді. Ол ішкі әлемге бағытталған. Өзінің алға қойған мақсат міндеттеріне талпынуға қажет. Еркіндік адамға ойына не келсе соны істеу үшін емес, бел шешіп, мәнді мағыналы іске кірісу үшін берілген. Еркіндік пен жауапкершілік бірге жүреді. Жауапкершіліксіз еркіндікте мән жоқ, хаос бар.
бір қарағанда хаос болып көрінетін қым-қуыт тіршілікті жауапкершілік космосқа, грекше тәртіпке келтіреді. Бала тәрбиесінде ата-ананың басты қататын ең күрделі мәселе осы еркіндікке қатысты. Әсіресе 21 ғасырда балаға шектен тыс қатал болу қиын, тиімсіз әрі мүмкін емес. Еркіне жіберсе бетімен кетіп, жердің жүзін жайпап, орға барып құлағанда бірақ тоқтайды. Аяғын еті қыспаған, аузын шеше қыспаған баланың бойында қандай симптомдар барын күнде көріп жүрміз. Кемелділік және мән. Еркіндік адамға кемелділікке жету үшін берілген. Сауатты тәрбие дегеніміз осы еркіндікті дұрыс пайдалану. Бала еркіндікке тым ерте жастан қол жеткізген кезде қиындықтарға тап болатынын жиі байқаймыз. Ата-ананың көбі баланың кез келген тілегін орындауға дайын тұрады. Тіпті орынсыз тілектерін де орындайды. Ақымақтығына көз жұма қарайды. Мұндай бала есейгенде өзімшіл, жалқау, зеріккіш және сабаққа құлықсыз болады. Сол кезде әке-шеше кенеттен қатал болып, баланың ойын уақытын шектейді. Телефонын тартып алады, қаражаттан қысады, үйден қуамын деп қорқытады. Бірақ бұл оң нәтиже бермейді. Қайта кері реакция тудырады. Сондықтан әу баста балаға еркіндік бергенде, оны қалай пайдалану керек жөнінде нұсқаулықты қатар беру қажет. Адам интенционалды жаратылыс, өмірінде мақсат мұраты болу керек, әйтпесе өмірі бұлыңғыр болып тұманданып тұрады. Бір нәрсені осы арада баса ескертеміз. Адамның көздеген мұраты бұл әлемнің шегіне сыймағаны жақсы. Себебі осы дүниемен шектелетін ұсақ мұраттар адамды жалықтырып жібереді. Сол үшін көздеген мақсат мұратымыз ғайыптық бір мазмұнда болғаны ләзім. Бейнелеп айтқанда бағыт бағдары, белгісі жоқ жолмен басы ауған жаққа ағысып кетіп бара жатқан жынды адамның кейпіне түседі. Ал кемел адамның қолында жол нұсқаулығы болады. Сондықтан өзіне қажет бағыт бағдарын оңай таба алады. Адамның жүріс-тұрысында мән болғанда жан дүниесі тынышталады. Балалармен жұмыс істеп жүріп, мына бір нәрсені түсіндік. Ата-ана баласын ерте жастан құндылықпен сусындатса, оның кемелденуі де, мән игеруі де жылдам болады. Ойымыз түсінікті болу үшін жоғары сынып оқушыларынан алынған сауалнаманың нәтижесін келтірейік. Оқушыларға мынадай сұрақ берілді. Ата-анаңның ең қатты ұнайтын іс-әрекетін ата. Берілген жауаптар шамамен мынадай. Маған әкемнің ет турап жатқанда әңгіме айтып, малдың қай мүшесі қай қонаққа берілетінін түсіндіріп, неше түрлі қызықты оқиғалар айтып беретін кезі ұнайды. Маған мамамның гүлге су құйған сәті ұнайды. Маған анашымның әңгімесін тыңдаған ұнайды. Мен әкеммен бірге бақшаның арам шөптерін отап, жұмыс істейтін уақытты асыға күтемін. Мамамның тамақ пісіріп жүрген кезі ұнайды. Маған анашымның ашуланып тұрып, мейірленіп күліп жіберген сәті ұнайды. Тағы да басқа. Жүздеген оқушылардан осындай неше түрлі жауап алдық. Ешқандай іс-әрекеті ұнамайды деп жауап берген оқушылар да болды. Бұл отбасы құздың шетінде тұр деген сөз. Ата-анаңды қандай бейнеде көргің келмейді деген сұрақтың жауаптары көбіне ұқсас болып шықты. Папамның диванда жатып алып теледидар көріп отырған бейнесі, мамамның папама бақырып шақырып ұрыса кеткен бейнесі, мама мен папамның дастархан басында сотка шұқылап отырған кезі, мамамның уақыт жоқ деп алып, телефонда құрбы-құрдастарымен сағаттап сөйлескен кезі. Оқушылардың жауаптарынан нені аңғаруға болады? Логотерапия бойынша талдап тастайық. Адам интенционалды әрі трансцендентті жаратылыс. Тіршілікте қуатты идея болмаса, тәңірлік мотивтің орнына жасанды мотивтер, рахаттану, мәртебеге ұмтылу, тағы басқа сияқты басады. Ондайда адамның тағдыры алысқа бармай теңселе бастайды. Құндақтағы баланың көзін алғаш ашқан сәттен бастап көретіні әке-шешесі. Ес білгеннен ақыл тоқтатқанға дейін солардың жетегінде болады. Ата-ана неғұрлым мәнді мағыналы өмір сүрсе, соғұрлым баласының да өмірден тезірек мән табуына себепші болады. Мысалы, ата-ана өзінің қызметіне табыс құралы ретінде ғана емес, мәнді іс, адамдық борыш ретінде қараса, баланың да қызмет пен еңбекке қатысты көзқарасының дұрыс қалыптасуына әсер етеді.
Бала ата-анасының не жұмыс істейтінін, оның қаншалықты маңызды екенін білуі тиіс. Тіпті олар бос уақытын қалай өткізіп, қалай демалатыны баланың жетілуіне, кемелденуіне маңызды рөл атқарады. Мысалы, бос уақытта бала шағасымен бірге болу, экзистенциялық коммуникацияға түсу, мағыналы сұхбат құру, табиғат пен өнерден ләззат алу, бақшада жасампаздығын паш ету, үйдің бұзылған қисайған заттарын жөндеу, сурет салу, бояу, балаларды ойнату. Мәселен, әкесі немесе шешесі мәнді бір іс бітірді делік. Сол іспен бірге келетін шаттықты баласы да сезінеді. Осы әрекеттер баланың санасында мәңгілікке қатталып қалады. Өмірден торығу, жалығу, мәнге талпыныс тоқтағанда күшейеді. Жан шіркін мәнсіз мағынасыз іске шатылғанда мазасы қашады. Бала ата-анасын сондай бейнеде көргісі келмейді. Әкейдің күні бойы диванда жатып, футбол қарап, телефон шұқылап, уақытын босқа өлтіргені, шешесінің дастархан басында бос сөз айтып, өзінің де отбасының да берекесін қашырғаны кімге ұнасын? Әкенің жаманы баласына уақыт таппай, мәнді іске зауқы соқпай, той қайда, томалақ қайда, қыз қайда, қызық қайда деп үнемі сауна жағалап жүреді. Сөйте тұра көңілінің арғы жағында баласының дұрыс адам болып өскенін қалайды. Бірақ ата-ананың мәнсіз өмірін көріп өскен бала есейгенде сол берекесіз жүрісті айна қатесіз қайталауы әбден мүмкін. Керісінше ата-ана қайырлы іспен айналысып, жұртқа жәрдемі тиіп, шама шарқынша қоғамға риясыз еңбек сіңірсе, ол қасиет баланың да бойынан табылады. Танымал тележурналист ғалым Боқаштың Facebook әлеуметтік желісінде жарияланған мына шағын әңгімесі соның бір дәлелі. 1980 жыл. Жаздың алғашқы айы еді. Әкем жұмыстан қайтқанда көлігінен ерекше бір құс алып түсті. Шешем, қарындасым үшеуміз әдемі жаратылысқа таңырқай қарап қалыппыз. Қазір ойлап тұрсам, я көкқұтан, я тырна болуы керек. Өйткені тұрқы дуадақтан үлкенірек. Сирақты, ұзын мойын, құйрық жағына қауырсындары түрлі түсті, денесі ақшыл сұр, төбесінде шашағы бар. Әбден шаршаған, сұлық. Бір қанаты қайырылыпты, онысын әлсіз ғана далбаңдатып қояды. Топшысы сіресіңкіреп қалған. Алакөлді жағалай қонып отырған шөп шабушы бригадаларға азық түлік таратып келе жатқан әкем жол жөнекей байқап қалып, қуалап әуре болмай-ақ, оп-оңай ұстап, жүк көлігінің кабинасына отырғызып әкелген. Содан әлгі құсты бір апта бақтық, жем суын бердік, қанатына әке-шешем білген ем-домын қылды. Сосын көл жаққа бір жолы түскенде әкем әлгі құсты тапқан жеріне апарып тастады. Бұл балалық шақтағы сәулелі сәттердің бірі ғана, бірақ қарындасым екеуміздің мінезімізді, табиғатымызды қалыптастыруға қатты әсер еткен маңызды фактор. Онсыз да қазақтың обал сауап атты фәлсафасы бойымызға ДНК деңгейінде орныққан. Бірақ ата-анамыздың мынау нақты мысалы һәм іс-әрекеті қоршаған орта мен жаратылыс атаулыға деген аяушылық сезімін санамызға сіңіре түсті. Өткенде әлеуметтік желілерге тараған видеоларды көргенде, қар омбылай қашып жүріп әбден алқынған, әлі құрып жатып қалған ақбөкенге ұлын мінгізіп қойған адам мен қатты аязда есеңгірей басын төмен салып ауылдың шетіне келіп тұрған әлжуаз қырдың қызыл түлкісін сойылмен ұрып өлтірген жігіт ағасы бала шағасына не ғибрат үйретті екен деп ойладым. Бүгінгі жастар тағдырдың соқпақ жолымен жүруден қашады. Аста төк молшылықта шалқып өмір сүргісі келеді. Адамды басына түскен қиындықтар ғана шыңдап, кемеліне келтіретінін ескермейді. Ит басына іркіт төгілген кең заманның нығметтерін бағалай алмайды. Алайда соның қадірін білмедің деп жастарды жерден алып жерге салып сөгудің де қажеті жоқ. Одан гөрі оларға мән табудың заманға лайық жолдарын ұсыну керек. Қазіргі таңда мәннен көз жазу, рухани тоқырау, өскелең ұрпақтың жан дүниесіндегі күйзелістің бір жақсы жағы бар. Ол рухани ізденіс. Бұған дейін қарны тоқ, көйлегі көк, уайымы жоқ болса болды, жетіп жатыр деген надан көзқарас санаға мықтап бекінген болса, енді жұрт одан бас тартып, жаппай рухани ізденіске түседі.
Әрине олардың біразы адасып, түрлі эзотерикалық ілімдерге ұрынуы мүмкін. Не десек те ақылы сау, сергек ата-аналар көкірек көзіне сәуле салатын нағыз рухани кенді тапқанша тоқтамайтын болады. Бала неврозы қараусыз балаға қарама-қарсы симптом. Қараусыз бала бау-бақшаның сыртында өсіп тұрған жабайы өсімдік сияқты. Түздегі ағаштың бұтағын ешкім күземейді. Бойы арбиып, бұтағы тарбиып, қаулап өседі. Өздері ыстық пен суыққа төзімді, өміршең келеді. Ал шектен тыс қамқорлық көрген баланың жағдайы керісінше. Ол жылыжайда бапталған көшет сияқты. Ыстық пен суыққа ұрынбай, бір қалыпты температурада бой көтерген. Қожайыны оны қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай мәпелеген. Түзу өссін, сәнді болсын деп бұтағын қырқа берген. Онда ерік жоқ, бағбан күткен формада пісу керек. Қараусыз бала алды-артын жайпап өседі. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа көрмеген, ойына не келсе соны істейді. Жұрттың сөзін көңіліне алмайды, бірақ өзі де ешкімнің көңіліне қарамайды. Өзгенің аузындағы нанды тартып жейтін арсыздығы бар. Әдеп, мейірім, шапағат, жанашырлық, ұят дегеннен жұрдай. Ал невротик баланы ата-анасы құшағына тым қатты қысып өсірген. Атылып шығып жауапкершілік арқалап, өздігінен шешім қабылдай алмайды. Қасірет шегуден өлердей қорқады. Белгісіздікке аттап баспайды. Көңілшек, өкпешіл, болмашы әділетсіздік көрсе, сынып кететін дәрменсіз болып келеді. Баланы осы екеуіне ұрындырмай өсіру, өткір алмастың қырымен жүріп өткендей шеберлікті қажет ететін шаруа. Оң жаққа ауып кетсең де, сол жаққа ауып кетсең де, астында терең құз жатыр. Аман алып өтудің жалғыз жолы балаға деген құрмет. Баласын құрметтейтін ата-ана оған қамқор болудан, жол көрсетуден шаршамайды. Сөйте тұра оны бір жола билеп төстеп, жауапкершілікті оған бермей, еркін шектемейді. Өз жолын өз айқындауына мүмкіндік береді. Әрине баласын құшағына тым жақын ұстайтындардың ниеті жаман емес. Өмірдегі барым да, нарым да осы балаларым. Осылар үшін ғана өмір сүріп жүрмін. Осылар таршылық көрмесін екен деймін деген оймен жүреді. Яғни баланы өмірінің жалғыз мәні етіп алады. Бірақ логотерапия ғылымы мұның арты ата-анасының өзіне де, балаға да зиян боларын ескертеді. Өйткені мәннің пирамидалық болуы қауіпті. Мән параллель болғанда ғана қауіпсіздік ережесі сақталады деуге болады. Параллель және пирамидалық мән. 2017 жыл. Түркістан облысына қарасты аудандарды аралап мектеп мұғалімдері мен психологтарға лекция оқып жүрміз. Кезек Түлкібас ауданына келді. Мектеп ұжымына лекция оқылды. Әдеттегідей түскі асты мұғалімдермен бірге ішіп, лекцияда қамтылған тақырыптарды талқылап отырмыз. Арамызда аудандық білім бөлімінің орынбасарлары мен методистері отыр. Адамның еркіндігі бар ма? Адамды өмірге құштар қылатын басты мотив не? Мәнге жетелеуші фактор қайсы деген сияқты экзистенциялық сұрақтардың төңірегінде әңгіме өрбітіп отырмыз. Бір кезде осы ауданның білім саласында ұзақ жыл қызмет етіп келе жатқан 57 жастағы методист ағамыз бір әңгіменің шетін шығарды. Ойпырмай, неше жылдан бері түсініксіз болған нәрсені енді түсінгендей болдым деді. Бәріміз елең ете қалдық. Ол, әр жылы оқу маусымының соңында зейнет жасына жеткен бір ұстазды құрметтеп шығарып саламыз. Ұзақ жыл сіңірген еңбегімен төккен тері үшін ауданның құрметті азаматы деген атақ береміз. Қызметтен кеткен соң олармен көрісу, хат-хабар алмасу сирей бастайды. Көп ұзамай әлгі ардагер ұстазымыз науқастанып қалыпты дегенді естіп жатамыз. Бір күні инфаркт алыпты, инсультқа түсіп қалыпты, не болмаса қайтыс болыпты деген суық хабар келеді. Кәдімгідей есеңгіреп қаласың. Зейнетке шықты деген аты болмаса, солардың көбі қарттыққа жете алмай кетіп қалады. Зейнетке шықпаса, әлі де біраз уақыт арамызда жүрер ме еді деп те ойлайсың. Сонда осының себебін таба алмай, балалармен жұмыс істеу оңай емес, жүйкесі әбден жұқарып денсаулығын құртып біткен ғой деп ойлаушы едім. Логотерапиядағы параллель және пирамидалық мән деген тұжырыммен танысқан соң, соның жауабын таптым. Әдіскер маманның нені меңзеп отырғанын түсіндіру үшін пирамидалық және параллель мән туралы айта кетейік. 1968 жылы Лондонда өткен психикалық сауықтырудың әлемдік конгресінде
Чех психотерапевті Станислав Кратахвил құндылық пен мән жайында баяндама жасайды. Сол жолы Франклдың логотерапиясына сүйене отырып, адамдарды екіге бөліп қарастыратын теорияны ұсынады. Оның айтуынша, кей адамдар параллель мән ұстануға бейім болса, енді біреулері пирамидалық мәнге ұмтылады. Параллель мән ұстанатын адамның өмірінде маңызды жағынан деңгейлес бірнеше мән болады. Мысалы, отбасын, жұмысын, діни сенімін, дос-жаранмен қарым-қатынасын қатар алып жүре алатын адамдар бар. Ол адам үшін карьера бәрінен маңызды болып кетпейді, немесе дос-жаранмен көңіл көтеріп, отбасын ұмыт қалдырмайды. Бәрі маңызды, құндылықтары параллель жатады. Ал пирамидалық мән иерархиялық негізге құрылады. Яғни бір құндылыққа ғана басымдық беріп, қалғанының бәсін төмен бағалайды. Олар кенедей жабысқан жалғыз мақсатының жолында жан қиюға бар. Мәселен, бір кісі қызметіне адал, жұмысын бар ынта-ықыласымен атқаруы мүмкін, бірақ бала-шағасы күтімсіз, ата-анасы ұмыт қалады. Туған-туыс, дос-жаранмен арақатынасы үзіледі. Ендігі біреу бала-шағасының қамы үшін өмір сүріп, қалған дүниенің бәрін тіпті өзінде ұмытып кетеді. Адам өмірінің мәні тек құлшылық етуден тұрады деп, мойнына ешбір жауапкершілік алмайтын діндар адамдар да болады. Бұл екі топтың қай-қайсысы да мән игеріп, бақыт сезіне алады. Олар ішкі бостықтан азап шекпеуі мүмкін. Әйтсе де, Кратахвил параллель мән игерушілерге қарағанда пирамидалық құндылық тұтынушыларға қауіп көбірек екенін ескертеді. Бір құндылықты бәрінен маңызды көретіндіктен, олардың өмірі қалт-құлт еткен күдіктен тұрады. Өмірдің мәні тек бала-шаға деп түсінетін ата-ана, балалары өсіп жеке өмірлерін құра бастағанда фрустрацияға ұшырайды. Өйткені табан тірейтін басқа құндылығы жоқ. Мұны психологияда бос қалған ұя синдромы деп атайды. Тәулік бойы ұясына тамақ тасып, балапандарын баптауға үйреніп қалған құс, ұясы бос қалған кезде қатты қиналады. Балапандары қанаттанып өз бетімен ұшып кеткенде, олар не істеп, не қоярын білмей есеңгіреп қалады екен. Сол сияқты мансабын ғана мән етіп алғандарды да вакуум күтіп тұр. Өмір бойы қызметіне адал болып, аянбай тер төгу әрине игі амал. Алайда қызметінен босап қалғанда, кеудесінде бостық орнап, көңілін депрессия басатыны содан. Әсіресе шенеуніктер арасында мұндай синдром қатты байқалады. Жоғарыда методист маман келтірген зейнетке шыққан мұғалімдердің бастан кешетін халі де осы дерт. Мұндай типтегі адамдар пирамиданың ұшар басындағы маңызды деп тапқан құндылығы шайқалып, жарамсыз болған кезде төмен тұрған басқа құндылықтарды оның орнымен алмастыруға қауқарсыз болып шығады. Бұл мәселені Элизабет Лукастың мына бір мысалы кереметтей суреттейді. Біздің орталыққа 22 жастағы баласын ертіп бір кісі келді. Келе сала жағдайды түсіндірмей жатып, екеуі жанжалдасып кетті. Амал жоқ, екеуін бөлек-бөлек қабылдадым. Алдымен әкесі кірді. Әкесі бір кәсіпті қолға алып, үлкен фирманың негізін қалаған екен. Олай-бұлай болып кетсем, бұл фирманы ұлым жалғастырып әкету керек деп жүреді. Сол ойымен баласын бизнес академияға түсіреді. Баласы академияны бітірген соң, беделді бір фирмада тәжірибеден де өтеді. Бірақ бизнеске қызығушылығы оянбайды. Әкесінің фирмасына бармай бөлмесіне қамалып алады. Бұған ашуланған әкесі оны мұрагерліктен айырады. Сосын ұлын тыңдадым. Ол білмеймін, әкемді түсіне алмадым дегеннен басқа ештеңе айтқан жоқ. Біраз сөйлескен соң жағдайды түсіндім. Ол әкесінің кәсібін жалғастыруға құлықты емес. Мен бұған қызықпаймын дейді. Енді осы оқиғаға талдау жасайын. Бұл жігітте не мақсат, не мұрат жоқ. Ол әлі жас, өзіне сенімсіз. Ал әкесінің нақты өмірлік мақсаты бар. Сол мақсатын баласына таңып бергісі келеді. Көп жағдайда бір адамға мән болып көрінген дүние екінші адамға құндылық бола алмайды. Тіпті өзінде құндылық болмай, біреудің дайын мақсатына жабысса да, оны тез жоғалтып алады. Сондықтан бұл жанжалда негізгі проблема әкеден туындап тұрғанын түсіндім. Алдымен оларды татуластырдым. Ойлана келе, балаңыз 1 жылға шетелге барып келсін деп кеңес бердім. Бұл сапар оған есін жинап, мақсаттарын айқындап алуға көмектесуі мүмкін. Бірақ бұл саяхаттың мақсаты көңіл көтеру, қыдырып қайту емес.
Бір жағы ел аралап жер көрсе, екінші жағынан жұмыс істейді. Өмірлік бағытын айқындасын, ойлансын дедім. Қайтып келген соң өзінің таңдауын айтады. Не әкесінің фирмасын қолға алады, не өз жөнімен кетіп басқа жұмыс істейді. Бұл ұсынысқа екеуі де келісті. Бала болашақ бағытын, мақсатын айқындап келу керек. Қандай таңдау жасаса да, әкесі оған құрметпен қарауға уәде берді. Бұл ұсыныс екеуіне де тиімді еді. Әрине, әкесін көндіру, оның келісімін алу оңай шаруа болған жоқ. Әкесінің құрған бизнесі пирамидалық құндылық. Пирамидалық сатының ең төбесінде орналасқан. Бала одан бас тартса, фирма отбасының мұралығына да қалмайды. Оны сату керек болады. Әкесі қартайған сайын пирамидалық құндылықтың мәні көмескілене береді. Өмір бойы тер төгіп осы бизнесті құрдым, соның бәрі еш болғаны ма деп өзінен сұрайды. Мұның соңы торығуға алып келеді. Мен баланы әкесінің жұмысын жалғастыруға көндіре алмадым. Бірақ әкесіне құндылықтар жүйесін қайта қарауға кеңес бере аламын. Бұған дейін төмен бағаланған құндылықтарды көтеріп, пирамидалық структурадан параллель жүйеге ауыстыру қажет. Сонда ғана ол бір құндылықтың фанаты болмай, бірнеше мәнді қатар игереді. Әкесінің өмірлік мәні мен ойлағаннан да төмен құлдырап кетіпті. Оны тығырықтан шығарудың жолын іздедім. Бірнеше рет қабылдауыма шақырдым. Әр қабылдауда оның басқа қызығушылығын, хоббиін, армандарын талқыладық. Сөйтсек, кішкентай кезінде асыл тұқымды иттерді қатты жақсы көріпті. Ит баптаушы болсам деп армандаған екен. Сол арманды неге қазір жүзеге асырмасқа деп кеңес бердім. Ол кеңесіме құлақ асып, кірісіп кетті. Асыл тұқымды ит бағатын бір досы бар екен. Соған қаржылай көмектесіп тұратын болды. Ақырында досы оған итті бағып қағуды, жарыстарға дайындаудың қыр-сырын үйретеді. Осылайша әкесінің пирамидалық мәні параллельдік мәнге ауысты. Бір жылдан соң баласы қайтып келді. Әкесінің бизнесін жалғастырмайтынын, өзінің басқа жоспарлары бар екенін нық сеніммен айтты. Бірақ әкесі оның жауабына ашуланған жоқ, түсіністікпен қарады. Параллель мән жүйесінде жоғалған құндылықтың орнын өзге бір құндылықпен ауыстыру әлдеқайда жеңіл. Біреу өзіне мән сыйлап тұрған жұмысынан қол үзіп қалуы мүмкін. Бірақ ол сүйікті хоббиімен айналысып, келесі бір бағытпен құндылық өндіруге кірісіп кетеді. Бала шағасы есейіп, өз жөнімен кеткенде параллель мән ұстаған ата-ананың кеудесін бостық кернемейді. Өзін жастайынан арман болған бір іске арнай алады. Туған туыс, дос-жаранмен арадағы үзілген байланысты қайта жалғауына мүмкіндік бар. Оңашада ой бағып, рухани ізденіске түсемін. Құлшылығымды түгендеймін дегендерге қолайлы сәт туады. Бастысы жүрегінде баладан басқаға да орын табылады. Құндылық әлемі тереңдеген пенденің қоғаммен қарым-қатынасы да үйлесімді болады. Ол тек бала шағасын жақсы көріп, өмірдің мәнін соларға ғана байлап қоймайды. Қызметін де адал атқара алады, хоббиін де ұмытпайды. Тауға өрмелеп шыққанды, билегенді, музыка тыңдағанды жақсы көруі мүмкін. Түрлі танымдағы қалың жұртқа, уайымшыл ата-анаға, әуесқой бағбанға, шынайы досқа, шаттанған музыкантқа бірдей түсіністікпен қарай алады. Ал тіршілігі пирамидалық мәнге құрылған адамның жағдайы мұндай емес. Бір құндылықты бәрінен жоғары қойып, оған ең биік немесе ақиқат мән деп айдар таққандар фанатизмге бейім келеді. Өмірден торығу қай кезде орын алады? Пирамиданың ұшар басында тұрған негізгі құндылығы күйреп, мәннен көз жазып қалғанда адам үмітсіздікке ұрынады. Құрметті тыңдармандар, кітаптың жалғасын келесі бөлімде күтіңіздер. Келесі бөлім кері байланыс эффектісі. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.